Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің екінші анамның, енемнің пісірген күлше нандары. Жасалу жолы өте қарапайым. Құрамын видеоның астына описание бөліміне жазып қоямыз. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең бірінші бізге апарасын дайындап қоямыз. Апара дайындау үшін осындай ыдысымызға жылы суға ашытқымызды, қантымызды салып, кішкене ұн салып, қаймақ сияқты масса дайындап қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Массамыз қаймақ сияқты болу керек, қою болу керек. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Видеода көріп тұрғандай осылай көтеріледі, осындай болу қажет. Енді ұнымызды ыдысымызға салып, апарамызды құямыз. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Мамам жасап жатыр. Видеода көргендеріңізге кішкене майонез және де сұйық май қосады. Осылай қолға жабыспайтын нан илейміз. Нанымыз елеп болғаннан кейін жылы жерге орап, бетін пищевой пленка немесе пакетпен осылай орап, жылы жерге қоямыз. 1 сағат, 1,5 сағатқа қоямыз. Бір рет басып қойсаңыздар болады көтерілген кезде. Міне қамырымыз дайын. Енді кішкене ұн сеуіп жіберіп, барлығын осылай дастарханның бетіне түсіріп аламыз. Енді осыны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бөліп шығамыз. Егер кішкентай күлше қаласаңыздар, осылай кішкентай етіп турап аламыз. Міне күлшелеріміз дайын. Енді осыны тағы да бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Тағы да көтерілу керек. Оған дейін противеніміздің бетін майлап дайындап қоямыз. Міне осылай алып, қаншауы сияды саласыздар. Осылай домалақтап. Енді бетіне бір жұмыртқаны жарып жағасыздар. Қаласаңыздар бетіне кунжут немесе мак сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста жарты сағат піседі. Міне өте керемет жұмсақ нандарымыз пісті. Құрамы өте қарапайым, дәмі өте керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Міне өте әдемі нандар. Достар, өте қарапайым рецепт жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.